Сәлем, құрметті оқырмандарым және де қонақтарым. Бүгін қияр өсірудің тағы да үшінші түрін көрсетемін. Бұл яғни гибрид, өзіне өзі тозаңданатын қиярдың далада қалай өсетіндігі туралы. Бұл жерде міне көріп тұрсаңыздар, мен қиярды вообще байлаған жоқпын. Ешбір байлаған жоқпын. Міне қалай өсіпсе солай өсіп жатыр. Ашып қарасаңыздар, міне қияр. Бұл яғни өзіне өзі тозаңданатын қияр. Қалай бұны көбінесе жаңағы бір бағытпен өсірген тиімді. Егер жанынан өсірсе, бұл жанынан шықпайды көбінесе. Мына жерде міне. Так, қазір мына жерден тағы көрсетейін. Мына жерде міне қиярлар шығып жатыр. Яғни бұл өзіне өзі тозаңданатын. Бұны байлап өсірсеңіздер де болады, немесе жаңа осы қалай өсірсеңіз солай өсірмей жатқан күйінде де өсіре беруге болады. Бізде менде байлайтын уақыт болған жоқ. Көбінесе помидорларды байладым. Сол себепті бұлар солай өсіп жатыр. Бұл жерде енді мен ертең помидорларды байлағанда қалай көрсетемін, қалай өсіп жатқан. Әзірге қиярды көрейік. Көбінесе қияр туралы маған көбінесе сұрақтар қойып жатады. Қалай өсіреді, менде өспей қалды, өліп қалды деген сияқты. Сол үшін міне көрсетіп жатырмын. Міне. Күн өте ыстық болып кетті. Мына жерде мен сәл болезньдер, яғни аурулар жайлап шығып жатыр. Міндетті түрде бұларды зиянкестерден қорғауымыз керек, әйтпесе қиярсыз қаламыз. Қазір бүгін қиярды жинап бастайын деп жатырмын. Бүгін 11 шілде. Қиярымыз бастап шығып жатыр. Бұл қиярды мен жаңа көшет арқылы өсірдім. Себебі жерден шықпай қалады. Әртүрлі зиянкестер жеп қойып жатқандықтан мына жерде ара бұл жерге тозаңданбайды дегенмен де келіп жатыр. Айтпақшы, ішінде бар китайский сорт бар, ара арқылы тозаңданатын. Соған келіп жүрген болар. Солай. Каналға жазылайық. Ыстық болғасын сөйлей алмай отырмын мына жерде. Сіздерге видео түсіріп отырмын да. Ыстық болғасын. Әрең демалып отырмын. Каналға жазылайық, әлде талай видеолы болады. Қызанақ туралы бөлек көптеген видеолар түсірем. Әртүрлі сорттарын қалай не істейтінін, қалай өсетінін, қалай формировка істейтініміз, қалай байлайтынымыз, және де жүгері туралы көрсетемін. Жүгері көріп тұрғандай. Сондықтан да каналға жазыламыз. Сау болыңыздар.